Сәлем достар, бүгін сіздерге көрсеткелі отырған гүлім бұл Аглонема Silver Bay деп аталады. Яғни бұл гүлдің күтімі қалай, нені жақсы көреді, нені жақсы көрмейді деген тақырыпты қозғайтын боламыз. Бүгін қалай көбейту керек деген сияқты. Қараңыздар қыздар, бұл гүл өте әдемі гүл. Мен бұл гүлді ең бірінші гүл өсіріп бастап жатырған қыздар, жігіттер болса, соларға өсіруге кеңес берер едім. Неге дейсіз ғой, бұл гүл бір үлкен өзіне деген бапты талап етпейді. Ең бастысы тіке күннің алдында, яғни терезенің дәл алдында тұрмаса болғаны. Егер де бұл тіке күннің астында тұратын болса, онда жапырақтары бірден күйіп кетеді, сарғайып, ұштары сарғайып кететін болады. Міне осындай көлеңкелеу жерде тұрса өте жақсы өседі. Екіншіден, жапырақтарын ылғалдандырып, су сеуіп тұрғанды өте жақсы көреді. Жапырақтары үлкейіп, әдемі болып тек түрленіп шыға келеді, су шашып тұратын болсаңыздар. Сосын астының ылғалдылығы әбден кептіріп алып, содан кейін суды бір-ақ рет құясыз. Астына шылқылдатып көп су құятын болсаңыз, тамырын бірден шірт жібереді. Одан кейін өсіретін құмыралары, яғни горшоктары үлкен болмау керек бұл гүлдердің. Ондай бойы үлкен, өзі үлкен гүл болғанменен жапырақ тамырларын қатты үлкен горшокқа егудің қажеті жоқ. Егер де сіз үлкен горшокқа егіп қоятын болсаңыздар, ол шіріп кетеді. Қараңыздар, мына гүл менің танысымнан келген болатын. Танысым бұл гүлді үлкен жаңағыдай горшокқа отырғызып қойған ғой. Содан бұның тамырларының бәрі шіріп кетіп, міне мынандай жағдайда, яғни тамыр шіріп кеткеннен кейін ол нәрді қайдан алады? Жапырақтарының бәрі осындай болып солып, асты шіріп келді. Мен бұл гүлді не істедім? Алдымда оны мохқа салып тамырлатып алдым да. Осындай горшокқа егіп тастадым. Енді қараңыздар, бұл гүл жақсы нәтижелер беріп бастады. Өйткені қарап отырсаңыздар, жаңадан жапырақтар шығарып бастады. Яғни бұл өзінің тамырын алып кетті деген сөз. Топырағы қарапайым топырақ қыламыз. Мынаны араластыра берудің қажеті жоқ. Жалпы топырақ дайындау туралы менің алдыңғы видеоларымда салғамын. Қыздар, тағы міне осы жерден алтын қағида шықты. Яғни бұл гүлді барынша үлкен горшокқа отырғызбаймыз. Неге? Шіріп кетеді. Екіншіден, бұл гүл әбден осы горшокты ішін тамырға толтырып аламын дейді, бойын өсірмей тастайды, астынан балапандар шығармай тастайды. Ал мына жапырақты қиып тастап жатырған себебім, бұл әбден өсіп, қартайып, сарғайып кеткен жапырақ. Өйткені егерде бұл гүл ауырып тұрған болса, бұның жоғары жақтарынан да сарғаяр еді. Бұл қалыпты жағдай. Көбейту жолдарына келетін болсақ, оны кесіп аламыз да суға немесе мохқа салып қоямыз. Жылдам тамырлайды.